Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеомыз егер сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Және де бір арайлап атқан таңыңыз мүбәрәк болсын. Сәрсенбі күні таңы атқанда 49-50 шамаларындағы әйел шай ішіп отырып, денесін титырақ басып, бір зұмда бұл дүниеден көз жұмды. Көз жұмғаннан кейін келіндері, туған-туысқандар жиналып, бәрі оны жерлемек болған. Баласы тақуалы бір әйелді шақырып келіп, оны анасын тапсырды. Өзі есе мәйітті жерлемек үшін қабірстанға барды және көркуге тапсырды. Пешін намазы уақытында анамды жерге қоямыз деді. Соған қарап жағдайыңызды жасаңыз деді көркуге. Осылайша ғастай әйел өзінің жұмысын бастады. Ол мәйіттің киімін шешу мақсатында қайшымен қиған кезінде оның денесін құрт басып кеткенін көрді. Оның жәрдем беріп жатқан туған-туысқандары да әйелдің бұл жағдайда екенін көріп қорқып кетті. Ғастал әйел өзіне білдірмес үшін, өзгелерге білдірмес үшін жұмысын одан әрі бастап, өзі білген дуаларын оқып, мәйітке шелектеп су құя бастады. Бір құрттар сумен бірге шығып кетсе, біреулері алып болмайтын дәрежеде жабысып алған еді. Одан соң мәйіттің нәжісін шығарамын деп қарнынан басқан кезде, оның нәжісі мәйіттің аузынан шығады. Және бұны тазалау үшін 32 шелек суда жетпеді. 32 шелекпен де тазармады. Осы уақиғадан кейін пешін намазы уақыты болды. Таманат адамның бәрі жиналды. Жиналғандардың ішінде жасы үлкен бір кісі келіп, мәйіт дайын ба деп сұрады. Ғастал әйел, жоқ, әлі ол кепенделген жоқ деп жауап берді. Бұны естіген әлгі еркек кісі даусын көтере, енді пешін намазынан кейін шығарамыз деп айтты. Азыран уақыты болса да, мәйіт әлі дайын болған жоқ еді. Осы уақытта ғастал әйел оны мәйітті кәпенге орап үлгірді. Осылайша хилханадан шыққаннан кейін мәйітті оралған табытты адамдар көтере әулиеге қарай аттанды. Аттанып бара жатып, жолдан әулиеге кіреді екен. Әулиеге қараса, 3 көркеу әлі де қабірді қазып болмаған. Бәрі аң-таң болып қалды. Олар керек десеңіз 1,5 метрді жер қаза алмаған еді. Сонда жасы үлкен бір кісі шығып, жастарға қарап былай деді. Құрметті жиналған қауым, бүгін осы кісіге біз жаназа оқыдық. Жаназа оқыған адам жерге жерленуі тиіс. Сол үшінде бәрілерің телефондарыңды қалталарыңа салып, мына көркеулерге көмектесейік деді. Мен осы мәйіттің төбесінде гөр үстінде отырып, өзімнің дуаларымды, намаздарымды оқимын. Сіздер болса, көркеулерге жәрдемдесіп, оны қазуға көмектесіңіздер деді. Жігіттердің бәрі қолдарына күрек алып, оларға жәрдем бере бастады. Күн батуына жақын мәйітті жерге қойды. Осыдан кейін ертесіне таң атып, ауылдың арасында кешегі болған уақиға, мәйітпен байланысты уақиға әңгіме сөз болып кетіпті. Сонда келіндері айтады екен. Енеміз бізге айтқан бір жылы сөзі жоқ. Байды да, кедейді де, көшедегіне де, үйдегідені қарғап сілеп отыратын еді деді. Сол кезде көршілері айтады екен. Жер айтып қой бармасын. Өмірі базардан бері келмейтін, отырыс сауыққа бейімшіл, киім кешекке, алтынға құмар кісі еді деп айтады екен. Туған туысқандары айтады екен. Жер айтып бармасын ғой, ол кісінің жасаған бір зікірі, жасаған бір қайыр садағасы жоқ. Отырыста, жиында да жай ғана адамдарды, қарапайым адамдарды жерге ұрып үлкен сөйлейтін еді деп айтыпты. Содан кейін адамдар олардан сұраса, ол кісі осы дүниеде жүрген кезінде бір намаз, яммаса ораза ұстап,
садақа, қайыр садақа берген бе десе, адамдар екі иығын басып, білмеймін дегендей ымдайды екен. Осылайша бұл дүниеде тірі кезімізде осындай тірі адамдардың арасында осы жағдайды көзімізбен көре отырып, осы жағдайды ести отырып, өзімізге қорытынды шығару әуелі өзімізден. Айтады ғой, жақсылықты жасамасаң, жасама, бірақ жамандық жасама деп айтады. Осылайша егер біздің видеомыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламаттықта жүздескенше.